Армысыздар, құрметті менің оқырмандарым, YouTube каналымның және инста достарым. Бүгін қозғайын деп отырған тақырыбым мынау крипторхизм ауру туралы болмақ. Крипторхизм ауру дегеніміз не? Ол қай кезде кездеседі? Осы туралы болады. Алдымен видеоны бастамас бұрын осы видеоны соңына дейін қарап шығыңыз, сіздерге керекті мағлұматтарды беретін боламын. Ол болса достар, мынау крипторхизм дегеніміз не? Бұл крипто дегенімізді грек тіліне барған кезде крипт, яғни жасырын, яғни орхизм ол яғни жұмыртқа деген сөз. Яғни жұмыртқаның яғни жасырын болу, болмаса былай айтқанда орында болмау, қалтасында болмау. Қарап тұрсақ, көп жағдайларда мынау жаңадан туылған нәрестелердің туылған кезде бір болмаса екі жұмыртқасы өзінің енінің қалтасына уақытылы түспей жатады. Бір жағы түспейтін болса, яғни крипторхизм ауру болады. Мысалы, монархизм, анархизм деп айтамыз, яғни вообще мүлдем болмай жатуы да болуы мүмкін. Осыған тоқталып кетсек, крипторхизм ауруы бұл көп жағдайларда енді туа пайда болған патология болып келеді. Өйткені іштегі мынау баланың жетілу барысында, яғни апта кезеңіне байланысты бала туылғанға дейін ен қалтасына түсіп қою керек. Өкінішке орай кейбір себептерге байланысты мынау іште жатқан кезде нәрестенің денсаулығына әсер ететін зиянды әдеттердің болуы анасында, болмаса гормональдық бұзылыстарға байланысты, берекет гормондарды қабылдауға байланысты болуы мүмкін, травмаларға байланысты болуы мүмкін. Сол сияқты мынау әртүрлі себептердің кесірі осы бала туылған кезде еннің қалтасына түспей қалып жатады. Ал енді бала өмірге келді, осы еннің қалтасына уақытылы түспеген, не істеу керек? Әрине бұны бірінші дәрігер көрсету керек. Дәрігер пальпация жасап, баланың еннің қалтасын көру керек. 2 жасқа дейін негізінен бақылау жасау керек. Ол өздігінен қалпына келу керек. Егер де қалпына келмейтін жағдай болатын болса, оның 2 жолы бар қалпына келтіру. Енді балалардың ішінде 50%-інде мысалы ота жасау арқылы қалпына келтіріп жатады. Яғни енді орнына келтіреді. Екінші, бұл дәрігерлердің, яғни эндокринолог мамандардың, андролог мамандардың тағайындауымен хронический гонадотропин, яғни ХГЧ дәрісі арқылы, гормондық дәрісі арқылы. Бұл яғни енді қалтасына түсіруге болады. Енді бұл қандай әсерін беруі мүмкін, қандай кедергі болуы мүмкін? Егер де, яғни ранний дейді ғой, ерте жастан, мысалы бала кезден еннің қалтасына қалыпта түсетін болса, бұл ен ертең өскен кезде қалыпты пісіп жетілетін, яғни бала болу, ертеңгі күні ұрпақ болу мүмкіндігі әрине жоғары болады. Егер де бұл енді қалтасына қалып қойса, ертеңгі күні не болуы мүмкін? Осындай сұрақ туындауы мүмкін. Ондай жастағы балаларды бар кездесіп жатыр. Жасы 20-дан асқан, 30-дан асқан жігіттердің арасында бір ені іште қалып қойған. Енді оның ата-анасы мән бермеді, мүмкін бала мысалы мазаламағаннан кейін әртүрлі себептер болуы мүмкін. Бұл яғни іште жатқан ен дұрыс дамымай қалуы мүмкін. Өйткені біз білеміз, мына іш астардың температурасы бөлек, мына ендегі температура бөлек. Сол мақсатта көп жағдайларда ен қалтасына түспегеннен кейін, ұзақ уақыт жүріп қойғаннан кейін ол ен жарамсыз болып қалуы мүмкін. Ол еннің ертеңгі күні мысалы ұрпақ алып келуге мүмкіндігі болмауы мүмкін. Сол мақсатта уақытылы қадағалаған дұрыс. Өйткені балалардың кішкентай кезінен негізінен осы ендеріне аса көңіл бөлу керек. Бұл негізінен сперматогенез процесі, яғни ұрықты өндіру процесіне тікелей әсер ететін орган болатындықтан бұған мұқият болғандарыңыз дұрыс деп ойлаймын. Диагностика жасау барысы қалай? Бірінші, яғни дәрігердің қарауы. Ол педиатр болсын, мүмкін хирург болсын, мүмкін уролог болсын, басқа дәрігер болсын, ең бірінші көрсету керек. Ары қарай узкий специалист дейміз ғой, осы специалистерге қаратып шешім табу керек. Ерте жастан қалпына келтіретін болсаңыздар, бұл ертең күні баланың өмірге ұрпаққа келу мүмкіншілігі жоғары болады. Енді қазіргі кезде менің практикамда кездескен жағдайлар бар. 25 жасқа келген жігіттердің арасында бұндай бір жұмыртқасы қалтасына түспей қалған,
әрине операцияға жібердік. Ол жігіттер ертең операция деген қалай болады, жұмыртқасы дамыған ба, қаншалықты қызмет атқарады, ол белгісіз бізге. Сол енді бұл видеоны шығарған себебім, өйткені менің инстаграм парақшамда келетін сұрақтардың көпшілігі осы баламның бір жақ жұмыртқасы көрінбейді, болмаса жаңағы қалтасы түспеген, не істеуге болады, қай жаққа барамыз, не істейміз деген ата-аналар бар. Әрине өзі балалар үшін алаңдаулы. Осы бүгінгі видеомыз сіздерге ұнаған болса, міндетті түрде астына пікір қалдырыңыз. Сіздің балаңызда ондай жағдай болып жатқан жоқ па, болмаса сіздің туысқандарыңызда болып жатқан жоқ па, міндетті түрде бұл видеоны таратыңыздар, астына өз пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Біздің мынау YouTube каналымыздың дамуына атсалысыңыздар. Ал енді мынау консультацияға жазыламыз, қабылдауға